Рут. Элимелек? Буран басланып атыр, Нағима. Мен атызға бараман, маған жәрдем бересіздер. Тезірек болыңлар. Кеттік. Аке, самал жүдә қатты есі батыр. Қорықпаңлар, егілерді жабуымыз керек. Балғаны бер. Тезірек. Тезірек, ұслап тұр. Тезірек. Аке, жәрдем берің. Аке, самал. Яқ, егілеріміз набыт болды. Набыт болды. Еш нәрсе қалмады. Тыныш тұр жануар. Элимелек, кетпегенің жақсырақ еді. Ашлық таусылғаннан соң, бәлкім қайтып келерміз. Құлақ сал, біздер ешқашан жақын мүнәсебетте болмағанбыз, бірақ ағайынбыз ғо. Мен жәрдем бермекшімен. Яқ, бірақ саған рахмет. Мен жақында жақсы пұл істеп таптым. Жәрдем бермекші болғаныңа міннетдармын, Боаз. Бірақ ешқашан біреулердің жәрдеміне мұқтаж болмағанмын. Әзір де мұқтаж емеспен. Әумет яр болсын, Элимелек. Кім бұл? Менің ағайыным Боаз. Қошласпақшы екен. Солай етіп, Элимелек, Нағима һәм олардың екі ұллары Бетлехемдегі үйлерін таслап кетті. Тез арада олар Муаб жұртына жетіп келді, һәм сол жерде ашлықтан құтылу үшін жасап қалды. Бірақ тез арада Элимелек қайтыс болды. Нағиманың екі ұлы ер жетіп, сол жерде Муаблық қызларға үйленді. Олардың атлары Орпа һәм Рут еді. Ол Муаблық қызлар Израиль құдайы хақында жүдә аз білетұғын еді. Бірақ екеуі де хақ болып, һәм мейірімлі еді. Нағима оларды жүдә жақсы көретұғын еді. Кейін және бақытсызлық жүз берді. Нағиманың екі ұлы кесел болып, дүниядан көз жұмды. Енді 3 жесір жалғыз өзлері қалды. Бірақ олар бірге еді. Мен Бетлехемге қайтып кетпекшімен. Сіздердің болса ата-анаңыздың алдына баруыңызды қалеймен. Не? Яқ, анажан. Iltimos, бұны мен үшін қылыңлар. Біз әме уақыт сізге бойсынғанбыз, бірақ бір өзіңізді таслап кете алмаймыз. Бетлехем Муаблықлар жасайтұғын жер емес. Менің қалқым сіздерді қабыл етпейді. Сіздер ол жерде жат болып есапланасыз. Сіз бұл жерде жат емес едіңіз ғо. Неге түсінбейсіздер? Менің айыбым соннан ібарат. Сіздердің өміріңіздің шылпарше болғаны. Құдай мені жазалады. Бұл өтірік. Сіздің құдайыңыз мехрибан. Сіз де мехрибансыз. Егер мені хүрмет қылсаңыз, айтқанымдай қылыңлар. Барыңлар, өз халқыңызға қарай қайтыңлар. Мені қумаң. Сіз қай жерге барсаңыз, сол жерге бараман. Сіз қай жерде жасасаңыз, сол жерде жасайман. Қай жерде өлсеңіз, сол жерде өлемен. Себебі сіздің халқыңыз менің халқым, сіздің құдайыңыз менің құдайым. Сені жақсы көремен. Бұл хаялдың бар нәрсесі міне осы көріп тұрғанларыңыз. Оның басқа еш нәрсесі жоқ.
Мен нарқын көтеруге әрекет қыламан. Әне, менің әмекім жәбеш. Хайран қаларлық жері жоқ. Кешірерсізлер, кім асты саудасын басылайық. Айрымлар жұмысқа бару керек. Жақсы. Күйеуі өлгеннен кейін. Және қосығын басылады. Оның бұл хаялға ұқсап, жесірі қалса, өлген адамның ағасы яки інісі оған үйленіп, һәм қамқорлық қылуы керек. Құдай сондай деген. Кешірерсізлер. Бірақ бұл хаялдың ағайынлары жоқ. Ешкімі қалмаған. Ол бұл жерге қалған аз ғана затларын сату үшін келді. Сіздерден iltimos, сақирақ болыңлар. Бейшара жесірдің жері сатылады. 10.000 шекел. Ауа, бірадарым жәбеш, сен жүдә сақийсан. Мен қолымнан келгенше жәрдем бергенді жақсы көремен. Туысын айтқанда бұл адам бүткіл Бетлехемді сатып алып, қалғанларды вайран қылмақшы. Солай етіп, 10.000 шекел бір, Әзір оны баплайман. 10.000 шекел екі, солай етіп, 12.000 шекел. 12.000 шекел бір, 12.000 шекел екі, 12.000 һәм 5 шекел. 14.000 шекел. Абайлы болың. Тәшвишленбе, әмекімнің зықна екенін жақсы білемен. Ол ешқашан жерін қолдан жібермейді. 14.000 һәм 3 шекел. 18.000 шекел. Қожайын, бірақ сізде ондай ақша жоқ қо. Оны білемен, бірақ ол білмейді. Мейлі, Боаз әмекі. Вайраныңыз шықты. Көреміз не қылатығыныңызды. 18.000 шекел бір, 18.000 шекел екі, 18.000 шекел 18.000 һәм 1 шекел. Боаз, Әмекім болған жәбеш, сенің сақилығыңның шегі жоқ. Сіз қай жерге бармын, мен де бараман. Сізді еш қашан таслап кетпеймін. Сіз анамнан да ұлысыз. Маған тек мехір бересіз. Енді сіз үйдесіз. Сіз үшін һәммесіне шыдайман. Сіздің қайғыңыз менің қайғым болады. Өз мехіріңізбенен мені дуа қылдыңыз. Бұндай сүйіспеншілікті һәмме де біле бермейді. Сіз мені сүйесіз. Сіз менің үйімсіз. Үйімізді безеп тұрған айна, дивал һәм төбелері, тосықлар һәм таслар, ылай ыдыслар. Бірақ сіз бұл үйді үй қылып тұрасыз. Сіз қай жерге бармаң, мен де бараман.
Сізді еш қашан таслап кетпеймен. Сіз анамнан да ұлысыз. Маған тек мехір бересіз. Енді сіз менің үйімсіз. Хақиқи сүйіспеншіліктің не екенін сізден үйрендім. Енді білемен. Енді мен сеземен. Біздердің сүйіспеншілігіміз гүллеп жаснайды. Аспан бізге күліп бағып тұр. Біздерден жақын инсан жоқ. Сіз менің үйімсіз. You are my home. Good morning. Қайырлы таң. Ерте тұрып алдың ба? Сіз менен келуіме рұқсат бергеніңіз үшін рахмет. Рут, жүдә мехрибансың. Қаяққа баратырсың? Азық ауқат алып келемен. Осы жерде дем алың. Мен тез қайтаман. Құдайым, оны жарылға. Егер камбағалшылықтан құтылу іләжі болса, оны құтқар, Құдайым. Өзім үшін сұрамас едім. Бірақ қайненем, ол жүдә қартайған адам. Түсіндірудің қажеті жоқ. Білемен, қожайыным Буаз саған жан деп жәрдем берген болар еді. Ана хаялларды көріп тұрсаң ба? Олардың көпшілігі саған ұқсаған жесір. Олардың қасына барып, қанша масақ терсең, хаммесін өзіңе алуыңа болады. Даниэл, Бұл хаял. қалайсыз? Мен айтпақшы едім, сіз, яғни, қош келіпсіз. Рахмет, қожайын. Егер сіз су ішпекші болсаңыз, яғни шөлісеңіз, құдықтың қасына барың. Қызметкерлерім сізге су береді. Мен муаплыман. Олар маған бермеуі мүмкін. Бұның ахметі жоқ. Сізге құрметпенен қатынаста болуын бұйыраман. Болмаса, қош келіпсіз. Маған айтуларынша, сен қайненеңді таслап кетпеу үшін ата-анаңды, жұртыңды таслап, жат жұртқа жасауға келіп сауап іс қылыпсаң. Саған иеміз болған Құдайдан жарылқау болсын. Рахмет. Бұл хаял жүдә басқаша. Оның үшін көбірек бидай масақларын таслап кеттің. Ямаса, жақсысы айтыңлар, қанша керек болса орып ала берсін. Оған өздеріңіз масақты орып баулап беріңлер. Егер кім оның құрметін орнына қоймаса, менен қапа болмасын. Бұны қызметкерлерге айтып қой. Бір күнде сонша бидай? Бір еркек адам, сол атыздың иесі, жүдә сақи екен. Ол қанша керек болса сонша алуыма рұқсат берді. Кейін болса, ол мені өзіменен ауқатлануға шақырды. Менің назерімде әмі айран болды. Кім екен ол? Оның аты кім екен? Буаз. Буаз? Оны білесіз бе? Рут, балам. Ол жақын ағайынымыз. Демек, ол сізге үйленуі керек? Маған емес. Ол саған үйленуі керек. Маған? Әлбетте. Ол сенің де жақын ағайының. Қане бол, нені күтіп отырсаң? Бар, оған жақын ағайын екеніңді айт.
I don't want to Бірақ force him to marry. маған үйленуіне мәжбүрлемекші емеспен. It's his duty. Рут, бұл оның вазипасы. Master Буаз Boaz? мырза, Не еді Рут? Nice бүгін day, күн isn't it? әжайып, солай ма? Ауа. Ауа, жүда жақсы күн. Оны жақсы көретұғынымды біледі. Соның үшін жүда мейірімлі. Маған рейхімі келіп атыр. Маған, қарияға. Ол мені жақсы көріп қалған деп ойлауым қандай ақмақшылық. Бірақ оннан өзім сұрамасам, бұны ешқашан білмеймін. Ол не деуі мүмкін? Тек қана яқ. Маған тұрмысқа шығуын сұрайман. Әлбетте сұрайман. Сен қайырлы таң. What could he Оған have менің seen қай жерім ұнаған? him with Оның his сонша fine жерлері and болса, fine clothes? мені қалтасында бір тиыны жоқ муаплы A әйелді. Moabite with nothing. Ол маған қарағанда жас баланы көргендей болады. Сенімім I'm кәміл. sure he sees nothing but a Бірақ child. Мен But I қайненеме did уәде promise бердім. Naomi. Ол мен үшін не нәрселерді She's done істемеді. so much for me. Мен оған айтаман. Мен оған жақын ағайын екенімізді айтаман. I will. Айтаман. Good night. Қайырлы түн. Did you tell him? Оған айттың ба? It didn't Айтуға come еш up. имканияты болмады. Darling, you have to Рут, bring it азизім, сен сол имканиятты келтіруің керек. I know. Ауа, білемен. Қайырлы таң, Жабеш. Қайырлы болсын. Асыл жиналды. Бүгін бағам жүдә жоғары. Жәрдемге мұтажлар, қамбағалар бар ма? Жесірлер, мал мүлкін сататуғылар. Сенің нәзеріңде. Жерді ме? Әлбетте. Тек қана жер емес. Жерді де мүмкін. Жүдә жерді емес. Біреу жерін сатпақшы ма? Әзірше жоқ. Сенің менен сөйлесіп кеулім көтерілді. Көріскенше. Түсінбедім. Оның менен неге тап бүгін сөйлесуім керек? Себебі бұл сенің ақырғы имканиятың. Бидай жиналды, жиын терім уақыты таусылды. Оны және қашан көруің мүмкін. Бірақ асыл байрамы тек жұмысшылар үшін. Сен тек қана оның диққатын тартуың керек. Бұны өзің үшін қылмасаң да, менің үшін қылуың керек. Мен тез қайтаман. Дауам етіңлер. Бұл жерде елі азықлар көп. Boaz, Буаз, Рут, I'm sorry мұрат, to сіз come to келгенім you. үшін кешірерсіз. Please don't think Мен you туралы жаман ойға бармаң. яқ, неге олай дейсің? Шүшленбе. I came to tell you. Мен сізге айтпақшы едім. Ямаса сұрамақшы едім. You, Сіз you, менің жақын ағайынымсыз. Кім мен? a near Менің kinsman to me. жақын ағайыным. Білесең бе бұл нені білдіреді? Yes. Ауа, Do сіз не? you? Ауа, сен разымысаң? Will Менің разылығым? Разымысаң? Yes. Ауа, О, Рут, What's не болды? бірақ меннен де жақынырақ ағайының бар ғо. Әмекім Жабеш. Ол бұған разы болады деп ойламайман, егер сенде бір қымбат бақа нәрсе болса. Менде ешқандай қымбат бағалы нәрсе жоқ. Бірақ сен өзің қымбат бақасаң. Боаз, қайердесің? Ертең азанда ма? Бұл асығыс, Ешуа, ілтимас. Ақсақалларды жинау ансат емес, Буаз.
Кандай себеппенен жинаймын? Мен үйленіп атырман. Яғни, үйленемен деп ойлайман. Өзіңе сенбей тұрсаң ба? Яқ, мен өзіме Рутты хаялыққа алмақшыман, бірақ оның жақын ағайыны Жабеш. Менің ойымша бұл көп қиыншылық тудырады. Нағиманың күйеуі Елимелек Бейтлехемге кетпестен бұрын бұны маған берген еді. Бұл егіс жерлер мирасы. Жүда үлкен егіс жерлердің мирасы. Егер Жабеш разы болса, әммесі оған өтіп кетеді. Ол оған үйленеді. Бұндай болады деп ойламаймын. Үйленеді. Жерді алу үшін үйленеді. Бәлкім қал емес. Бәлкім ол... Көрмейсең бе, Жабеш тек қана жерлерді сатып алу үшін жасайды. Себебі жер бұл ақша, ал ақша болса, ол оны қызықтыратығын жалғыз нәрсе. Жабеш, жесір Нағима жақында Бейтлехемге қайтып келді. Маған не? Ол егіс жерлерін сатып атыр. Егіс жерлерін? Мен оны сатып алмақшыман, бірақ білсек сен оның жақын ағайыны екенсің. Рас па? Жақсы, жүда жақсы. Бишара жесірді құтқаратыныма қуаныштымын. Қанша? Саған жер керек пе? Егер керек емес болса, мен сатып алмақшы едім. Өкініштемен, Боаз. Құрметлі әмекім, бірақ жер менікі. Түсініп атырсаң ба? Сен жақын ағайынысың. Егер жерді алсаң, онда әммесін жерменен қосып алуға мәжбүрсің. Жақсы, жақсы. Мен солай қылуы мүмкін, жақсы. Құтлықлайман, жиенім Жабеш. Бұл сенің жаңа хаялың. Кім? Жаңа хаялым? Сенің хаялың. Ол жесір, ал сен жақын ағайынысың. Және Нағимаға да қамқорлық қылуың керек. Оның қайненесіне. Қайнене? Әлбетте, олардың екеуіне де жаңа киім, бөлек ханалар керек болады. Сен үлкенірек үй алуың керек деп ойлайман. Үлкенірек үй? Тәшушленбе, бірнеше мың шекел Рутқа берсең, үйді ажайып қылып безейді. Бірнеше мың? Естпедім. Елі үйленбей тұрып, тоналып атырман. Асықпай тұр, және 6-7 перзент туылады. Оларға жүда көп ақша кетеді. Боаз әмекі, жәрдем бер. Үйленуге імканым жоқ. Мен ақшаларымды ойлауым керек. Оны өзіңе ал. Келістік. Солай етіп, Боаз Муаблы Рутты хаялыққа алды. Рут хамледар болып, ұл туды, һәм оның атын Обыт деп қойды. Руттың садықлығы һәм батырлығы себеплі Израилдің ұлы дәуірінің баслануы болды. Оның ұлы Обыттан Ишай туылды. Ишай Израилді әділікке алып келген патша Дауыттың әкесі еді.